Күніне 2 адам келеді. Кем дегенде? Кем дегенде. Қарашылықтен де келіп жатыр. Грантта өзі бұрыннан да істеген, мен 96 жылдан бері істеп келемін. Осы өзім үйден. Осы уақытқа дейін материал болмады менде. Құр тігіп, аз ғана. Онан бар я. Мектепте де, күзетте де, неде істесем де бәрібір бос уақытымда аяқ киім. Қазір енді шүкір, осы орталықтың қолдауымен материалдарымды алып. Жақсы, қазір өзім білемін. Не істеп, қалай істейтін екенмін. Атамның атасы аяқ кісіне етікші болған дейді. Анам марқұм айтуына байланысты. Маған өзіме осы жайлы. Осыған баулығанда мен сыртта аштым. Сыртта ашқанда бірінші өзі ауылда азаматтар үйретті көбінесе. Даже мен қалай тиетінді де білмейтін. Біреусі келеді, жіпті қалай алып тиетінін. Соны үйретті. Біреусі келеді, былай мынандай қалыппен көмектесті. Ауылдың үлкен кісілер нелер өздері көтеріп алды. Соны мен өзім алып кеттім. Грантты 3 жылдай тостым ғой, 3 рет қатыстым. Бұйыртып өтіп алдым. Талғалы міне 2 ай болды ғой ашқан, заңды түрде. Мен налогым бәрін уақытында төлеп отырмын. Міне 3-ші айға кетті же, бұйыртса.